Сәлем қыздар, сіздерге бүгін кабачкеден жеңіл рецепт беремін. Өте дәмді, міндетті түрде жасаңыздар. Бірінші кабачкемізді осындай бөлікке бөліп аламыз, одан кейін ішін шұқып алып тастаймыз. Сол шұқып алып тастаған бөлігін лақтырмаймыз, турап аламыз, төрт бұрышты етіп. Одан кейін пиязымызды, одан кейін морковымызды бәрін бірдей алып тураймыз. Пісіп тұрған фаршымызға жуамызды, морковымызды салып қуырып аламыз. Сол сәтте кабачкемізді майлап духовкаге 20 минутқа 180 градусқа пісіріп аламыз. Одан кейін фаршымыздың үстіне помидорымызды, одан кейін кабачкеден қалған қалдығын салып, пісіріп, тұз, бұрышымызды салып, бір қасық томатымызды салып, пісіріп аламыз. Сол аралықта кабачкеміз дайын болады. Кабачкемізге салмамызды салып, 15 минутқа духовкаге салып аламыз. Бетіне сиыр салуға да болады.